Мемлекеттік қызметкерлер кезектен тыс аттестациядан өтеді. Сынақ елбасы ұсынған жалпы дамудың 100 нақты қадамына сәйкес кәсіби мемлекеттік аппарат құру үшін біліктілікті тексеру үшін жүргізіледі. 5 нысаналды реформаның біріншісінде кәсіби мемлекеттік аппарат құру реформасын жүзеге асыру қамтылған. Ендігі жерде мемлекеттік қызметке қатысты 3 сатылы іріктеу жүйесін енгізу, қызметкерлердің жалақысына өзгеріс енгізу, оларды тұрақты түрде оқыту жүйесін енгізу секілді қадамдар жүзеге асуы тиіс. Аттестаттау мемлекеттік органдардағы қызметкерлердің сапалы құрамына назар аудара отырып, кадр сапасын көтеруде алдағы межелерді белгілеуге мүмкіндік бермек. Қазіргі уақытта Жамбыл облысында да осындай жұмыстар қолға алынуда. Комиссиямен әңгімелесу үрдісінде қызметкерге қатысты барлық құжаттар, еңбек жолы, сала бойынша еңбек тәжірибесі және тағы сол сияқты критерийлер қарастырылатын болады. Комиссия жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету үшін тәуелсіз бақылаушылар және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы солардың қатысуымен өткізілетін болады. Осы бүкіл жұмыста ашықтық, объективтік принциптерін сақтауға мүмкіндік береді деп ойлаймыз.